Студиямыздың қонағы әнші, күйші, композитор Айбол Құдайбергенов мырза. Айбол, бағдарламамызға қош келіпсіз. Жалпы бүгін таңертең ұйқыдан тұрып, таң азанда келген қиындық тұрған жоқ па сізге? Жоқ, ешқандай қиындық болған жоқ. Таңертең тұратын енді күнделікті жұмыс істеп айтамын. Жалпы күнделікті қанша тұрасыз өзіңіз? Әр қалай. Жалпы енді жұмыс болғаннан кейін ерте тұрасың, ал егер демалыс болсам, енді демалысты демалам. Негізі ұйқыны жақсы көресіз бе? Ұйқыны жақсы көрем. Жақсы. Әбеке, енді мынау біз бүгін Таңжарық бағдарламасынан сұрақ қойған болатынбыз. Сол сұраққа біздің тұрақты көрерменіміз Айнагүл апай Жаркент қаласынан ең алғашқы болып жауап берген болатын. Енді соған өзіңіздің алып келген сыйлығыңызды табыстасаңыз. Енді Жаркент қаласынан Айнагүл апайымызға мына бүгін 10 күні болатын концертіме мына билет осы сұраққа ең бірінші дұрыс жауап берген кісіге арналады. Айнагүл апай, Жаркент қаласына сізге арналған 2 билет. Бәрекелді, Айнагүл апай, жеңісіңіз құтты болсын. Кез келген уақытта біздің арнамызға келіп алып кетсеңіз болады. Енді сұхбатымыз жалғастырайық. Жалпы осы концерт бергелі жатсыз. Бұл 10 ақпан күні қаламыздағы Ильяс Шансков атындағы мәдениет сарайында өтеді. Жалпы бұл концертті беруге мысалға не себеп болды? Жалпы өзіңіз енді бір отчетный концерт деп жатады. Иә, бұл енді қорытынды концерт деп жатады. Жайдан жай емес, бұл есеп беру концерті, бір жағынан шығармашылық концерт. Енді бұл халыққа есеп беру. Әр өнерпаз халықтың алдында кішкене есеп беру керек. Осы оққаның бар, тоққаның бар, соны неше жыл істегенің бар, содан қандай нәтиже шықты дегендей. Енді бұл концерт міне аяқ астынан қоя салған емес, бұл алдында бір жоспарланған ой болатын. Талайда мына әке шешеміз Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген әртістер Қанат Айткүл Құдайбергеновтер, сол кісілердің жаңа қолқасымен балам, енді сен концерт беруге міне уақытың келді деп, осыдан 1-2 жыл бұрын айтқан, 1-2 жыл бұрыннан ертерек. Содан міне дайындалып, енді осы жолы биыл мынау филармониямыздың жоспарына кіргізіп, енді міне үлкен бір концерт берейік деп отырмыз. Енді жалпы концертте 30-қа шақты номер болады екен. Иә, енді ол енді сол кімдер ән айтады, кімдер жаңағы келіп өнер көрсетеді деген, сол жайында бір айта кетсеңіз. Мынау ең бастысы менің шығармашылық концертім болғаннан кейін, ең басында енді мен бастан аяқ шығуым керекпін. Ал арасында қонақтар шығады. Енді біз отбасылық коллектив болғаннан кейін, отбасылық жанұялық ансамбль болғаннан кейін, міндетті түрде әке шешеміз қатысады. Қанат Айткүл Құдайбергеновтер, міндетті түрде бауырларым Ерболат қатысады. Қарындасым Салтанат, күйеу балам Қуаныш Керімқұлов, Қазақстанға белгілі актер. Бажалар, әпке телесериалына түскен басты рөлді ойнаған Қуаныш деген күйеу боламыз. Сол Салтанат екеу концерт жүргізеді. Енді соның арасында нағашы ағамыз болып келеді, Дархан Дайырбек деген Теріс қақпа театрының актері. Одан филармония қатысады. Филармонияның өзімнің тікелей өзімнің жұмыс істеген ұжымдарым, Адрына ансамблі, Сазген ансамблі, соң Қобсарын ансамблі қатысады. Енді Айбол, өзіңіздің шығармашылығыңызға келетін болсақ, жалпы сізді әнші деп таниды. Сізді жаңағы сыбызғымен ойнайтын деп таниды, шертерші деп таниды. Енді күйші, бір жағынан композитор. Осының барлығын бірге алып жүру қиындық тудырмай ма сізге? Енді ол бәрін алып жүретін үлкен ауыр бір зат емес қой. Енді әр кісіге әр қалай. Мысалы, оған жаңа дайындалмаған, машықтанбаған, мен соны үйренем десе, әрине оған ешқандай кедергі болмайды. Бірақ дегенмен де енді ел жұрт мені әнші ретінде емес, мені күйші ретінде таниды, шертерші ретінде таниды. Себебі мен консерваторияны бітірген осы шертер аспабында бітірдім, шертерші мамандығында. Енді сыбызғанда сол консерваторияда оқыдым. Әнші ретінде мен енді өзіміз жанұялық ансамбльде жаңа концерт беріп жүрген кезде әнші ретінде сахнаға шығып ән айтам. Бала кезімізден ән айтам. Бірақ енді
консерваторияда жаңа музыка колледжінде жаңағы ән классында оқыған емеспін өзі. Енді біз бала кезімізден әкемізге қарап жаңа мен де ән айтам деп біз бала кезімізден ән айтатынбыз. Ал енді композиторлық дейді, енді елдер композитор деп айтады, қазіргі енді сазгер деп те айтады. Ол осы Талдықорғанға көшіп келгелі бері 2002-де біз Талдықорған қаласына көшіп келдік. Алматы облысының орталығы болғаннан кейін 2003 жылдан бастап мен күй шығара бастадым. Сол кезде бірінен соң бірнеше шығармалар дүниеге келді. Енді қазіргі таңда өзіңіздің жалпы шығармашылығыңызда қанша осы авторлық күйлер бар? Енді былай айтсам көп емес. Енді мен отырып алып күнінде бір шығарма шығарып отырмаймын. Ол сол 2002 жылдан сол 2003-тен 2004, 2005 соның кейбір араларында келді. Өзінен өзі келеді. Сол ұнаған әуенді жаңағы өзім нотаға түсіріп қоям. Сосын оны өңдеймін ансамбльге. Сөйтіп келген дүниелер, бірақ олардың бәрі көп емес, енді онdan асады. Сосын және де бұл мен шығарған күйлерім арнайы бір домбыраға арналған шығарған күйім бар, шертерге шығарған күйім бар, сыбызғыға шығарған күйім бар, сасырнайға шығарған күйлерім бар. Сөйтіп әр аспапқа арнап жазған күйлерім ансамблінің сүйемелдеуімен болған. Солардың бәрі енді концертте орындалады. Бірі қалмай енді концертке қосып отырмыз. Бір шығарма қалдырмай енді көреміз уақытқа қарай. Бәрекелді. Енді Айбол, жалпы өзіңіз мынау өнер жолында жүрсіз. Осы өнер жолынан басқа да бір кәсіппен айналысып, әлде бір айналысқыңыз келетін ондай жоқ па? Басқа кәсіппен айналысу енді мен енді қалжыңдап айтамын ғой, біз музыкадан басқа ештеңе істей алмаймыз деп. Қолымызға күрек ала алмаймыз. Жаңағыдай басқа ауыр жұмыс жасай алмаймыз деп. Бірақ енді дегенмен де ер адам болғаннан кейін ол кез келген жұмысты атқара бересің. Қолымызға енді күрек ала алмаймыз деген ол бір қалжың, бірақ енді қолға балға ұстай аламыз, жаңағы ара ұстай аламыз дегенде үй шаруашылығымен жаңа ауылға барсақ шөп шабамыз, азды-мазды әйтеуір шабамыз келгенше. Басқа кәсіпке оны білмедім енді, мына музыка таңдағаннан кейін осы музыкада жүрміз. Басқа кәсіп жақсы, Айбол. Саттық қолдан келмейді деді шынды айтам. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз сізді. Әлі, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Мен қонаққа сұрағым бар еді. Қоғал ауылынан звондап тұрмын, Азынабай Тәшімов деген азамат болам. Мынау Құдайбергеновтер әулетінен концерт қоямын деп атыр екен. Сәттілік тілеймін. Рахмет аға. Бәрі жақсы болсын. Бәрі сәтті өтуге тілектеспін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Осы қонақпенен қалай байланысқа шығуға болады? Мен өзім ақын боламын. Менде өлеңге арналған біраз өлеңдерім бар еді, әнге арналған. Ол бір. Екінші, менде айтылмай келген бірнеше жылдан бері әндерім бар еді. 4-5 ән бар. Телевидениеге шығара алмай жүрмін. 10-15 шақты, 20 шақты жылы болған әндерім бар еді. Соларды жарыққа шығара алмай жүрмін. Осы мынау қазіргі студияда отырған жігітпен әнші сазгер 7 қырлы, бір сырлы азамат екен, бақытты болсын айналайын. Сол осы жігітпенен қалай байланысқа шығуға болады? Мен Кербұлақ ауданында тұрамын. Азынабай Тәшімов деген азамат болам. Жақсы аға, сіз өзіңіздің байланыс нөміріңізді біздің кезекші редакторымызға қалдырсаңыз, біз бағдарлама аяғынан кейін сізге хабарласамыз. Рахмет хабарласқаныңызға. Енді міне көрермендерімізде хабарласып жатыр, сәттілік тілеп жатыр, жалпы концерт енді негізінде концерт өткізген кезде біраз қиындықтар туындап жатады. Жаңағы бір әншілеріміз келмей қалып жатады, біреулер жаңағы не болып қалады деп жатады. Жалпы енді концерт жақсы өту керек, Иә. Енді ең бастысы көрерменнің көңілінен шығу. Ең бастысы көрерменнің көңілінен шығу. Енді халық бара, басқа құрметті қонақтардан кімдер болады? Енді құрметті қонақтардан енді
мен енді өз басым ұстаздарымды шақырдым Алматыдан. Енді консерваторияда мені үйреткен, шертер аспабын үйреткен Ерсайын Басықара деген кісі, ол атақты Бақыт Басықараевтың баласы, Қазанғап күйшілік мектебінің жалғастырушысы Бақыт Басықараевтың баласы Ерсайын Басықара деген. Сол кісіні шақырдым, ол кісі міндетті түрде келем деді. Сосын Жарқын Шәкәрім деген ғалым кісі Қазақстан телеарнасында жұмыс істеген, қазір пенсияда ол кісі. Сол кісіге хабарласып шақырдым. Ол кісі де менің ұстазым. Ол кісі жаңа үш шекті домбырада ойнаған. Мен сол кісінің жаңағы біраз күйлерін жаңа қолынан үйреніп, көптеген күйлерін нотаға түсіргем. Сол кісі басында келем деді, бірақ өкінішке орай жаңағы бір себептермен келе алмаймын деді. Одан Қазақстан телерадио корпорациясында жұмыс істеген, қазір пенсияда Нұрахмет Жорабеков деген ақсақал бар. Ол кісі де менің мұғалімім, осы сыбызғыны үйреткен. Сол кісіні шақырдым, ол кісі де енді денсаулығына байланысты келе алмайды. Бірақ дегенмен де сол жақта Алматыда жатып, маған жақсы ниеттерін, тілектерін, батасын беріп жатыр. Әттең деп жатыр, әттең келер едік деп. Соны басқа да мынау қала құрметті азаматтары болады концертте. Жақсы, тағы хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Қайырлы таң, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Алмат. Тыңдап тұрмыз. Алмат. Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Яғни Жаркенттен Айнагүл тәте едім, жаңа хабарласып. Бәрекелді Айнагүл апай. Құдайбергеновтер әулетін бұрыннан жақсы танимын. 85 жылы Айткүлмен, Қанат ағамен бірге тұрдық, бірге жүрдік. Ау. Өттеген ай үзіліп кеткен екен. Жақсы, Айнагүл апай, сіз кез келген уақытта осы Айбол Құдайбергеновтың 10 ақпан күні өтетін концертіне билетті алып кетсеңіз болады, біздің арнамызға келіп. Хабарласып, тағы да өзіңіздің алғысыңызды білдіріп жатқаныңызға көп рахмет. Дабеке, енді сіз қонаққа келетін болғаннан кейін кеше мен өзіңізді танитын біраз азаматтардан өзіңіз жайлы жалпы сұрадым. Сол кезде мен осындай сұрақ қойдым де, жалпы Абекеңнің үйленген ба, отбасы бар ма десем, біреу шыны керек соны мен білмейді екем дейді. Біреу айтады, негізі үйленген, балалар бар деп. Өзіңіздің отбасыңыз жайлы айта кетсеңіз, біздің көрермендерімізге де қызық болып отырған шығар. Жалпы семьяда мен өзім кішкене кешірек үйлендім. Тақиял періште деген кинодағыдай Тайлақтың жасында 28 жасымда үйленгім. 28 жасымда отбасы құрдым. 2007 жылы жұбайымның аты Айгерім. Нарынқолдан болады, өзіміздің туған жерімізден. Нарынқолдың өзінен. Мұғалім қазіргі таңда осы Талдықорған қаласының 16-шы мектеп гимназиясында биология пәнінен береді. Екі ұлым бар. Бірінші ұлым аты Сағадат, атасы қойған Сағадат Нұрмағамбетов сияқты атасындай болсын деп, мықты батыр болсын деп. Ұлым бірінші сыныпқа барды осы. Енді екінші ұлым Азамат. Азамат енді Сағадат өзі қойды. Менің інім болады, аты Азамат болады деп. Соны жарайды періште айтты. Соны періштенің айтқанын жаңа атым қойды. 3 жаста. Енді Айбол, осы болашақта сіз екі ұлыңызда өнер жолына бересіз ба, әлде өз таңдаулары бар ма? Енді ол қиын сұрақ енді. Берем деп те айтайын десем, бірақ енді баланың несіне, шамасына қарау керек, баланың қабілетіне қарау керек. Мысалы мен олай баланы қинағым келмейді. Егер де ол жаңа музыкаға тартпаса, оны несіне қинайсың? Егер жаңаға өзі талпынып тұрса, онда әрине біз демеушілік жасаймыз, көмек жасаймыз. Ал енді бірақ болса қуаныштымыз. Жақсы. Абеке, сіз енді мынау жалпы сахнаға шығып, өзіңіз бөлек ән салып, жаңағы күй шертіп жүргеннен басқа Тигра Хаут этно рок тобында
мүшесіз. Енді осы туралы айта кетсеңіз, топ құрылғаннан бері өздеріңіз жаңағы құрып, жаңағы әрбір әнді, күйді орындап, соған сіздің қосып жатқан үлесіңіз қандай? Енді қазір біз Тиграхаут этнорок тобындамыз. Оны бір жылдан асты құрғанымызға. Оны құрған ең басты ұйытқысы болған Данияр Жақиянов деген азамат, филармонияда жұмыс істейді. Сол Данияр Жақияновпен бір талай жылдар бойы бірге жұмыс істеп, бірге дос болып араласып жүрдік. Ол жігіт талай былтырдан емес, алдыңғы жылдан, одан бұрында жаңа талай кеп айтатын, кел ойнайық, бірге қосылып ойнайық, анан ойнайық, мынан ойнайық, өзі эстрадаға жақын, эстрадаға бейім жігіт. Сонымен сөйтіп бірнеше жыл айтып жүрді. Сол енді былтыр алдыңғы жылдары құрылдық. Алғашқы құрылған кезде біз басқа топ, басқа құрамда болдық. Сосын кейін былтыр құрылған кезде басқа құрам, мүлде басқа музыка, басқа жаңағы направление, рокқа кеттік. Сонымен осы біздің мына фольклорлық аспаптарды қосқаннан кейін этно-рок жаңа направлениесінде. Тиграхаут деп атын әдейі қойдық. Тиграхаут деп көбісі сұрайды, неге Тиграхаут? Сонда ол тигр ахаут деген немене дейді. Біз айтамыз, енді ол Тиграхаут деген бір сөз, ол көне парсылардың жаңа сақтарды сөйтіп атап кеткен. Яғни мына Жетісу өңірінде тұрған, мына Тянь-Шань тауының етегінде тұрған сақтар шошақ бөркі, бөріктілер. Ана бастарын, бас киімдер ұзын ғой, шошақты. Сондай шошақ бөркілер сақтар Тиграхаут деген. Ол міне біздің ата бабаларымыз. Яғни мына біз Жетісудан екен соны белгілеу үшін. Қосар үлесіміз енді отырамыз, бәріміз біз дайын шығарманы емес, өзіміздің шығармаларымызды ойнаймыз. Мына жерде былай істейік, мына жерде былай істейік, ақылдасып, бір ән болмаса бір шығарманы жасап шығарамыз. Бәріміздің үлесіміз бар. Құтаға хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң. Тыңдап тұрмыз сізді? Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлемет. Алмат айналайын балам, Ербол, әрбір атқан таңдарыңыз арайлы болсын. Жарық күндей жарқырай беріңіздер. Және барша халқыма да солай тілеймін. Енді мына Айтгүлмен мына кімнің, папасының атын ұмытып қалдым. Қанат. Қанаттың, мына баласы айналайын, мамаң мен папаң жолын қуып жатырсың. Қазақта мынандай сөз бар ғой, атадан қалған мұраны жатады жампос ұл жалғап. Өнегелі ұлы өсер, тәлімі жақсы тектеден. Тілеуін соның тілесі ел, ниеті қабыл тет білем. Айналайын, мына мамаң мен папаңның жолын берсін. Арғарай жалғастыра бер, әрқашанда қай нәрсе болмасын, ата мен анасының жолын қуып, мұраны жалғастыра беретін осы ұл мен қыздар болады. Менің қояйын деген сұрағым, қазіргі мынау сахнаға шығып жатады. Сүйем, күйем, аспанға қараймын, не болмаса тақпақтатып, әр түрлі әндерден екінің бірі қазір әнші, екінің бірі емші болып, сұмдық қазір осындай сахнаны, киелі сахнаны былғап жатыр. Соған көңілің қалай қарайсың? Назарларыңызға рахмет. Бәрекелді, сізге де рахмет хабарласқаныңызға. Сұрақ түсінікті. Енді жалпы өз басым эстрадаға деген жоқпын. Эстраданы көп тыңдамаймын, қазіргі шығып жатқан жастарды да көп шынымды айтсам білмеймін ат жөндерін, оны тек қана бір арасында көзім шалып қалмаса жаңа телевизордан шынымды айтсам танымаймын. Енді менің салам, менің танитындарым бәрі дәстүрлі музыка. Оның жаңа күйшілер бар, әншілер бар. Сонау Ғарифолла Құрманғалиевтен бастап Жүсіпбек Елебек, Жәнібек Кәрменов, Қайрат Байбосын, Бертін Келебек, Болат Тілеуханов, Рамазан Стамғазиевтер деген сол күйшілерден де жаңа Қаршыға деген сияқты. Қазіргі жастар, олардың қазір бағыты бөлек, олардың ой өрісі бөлек, қазіргі музыка да басқа, ол сұранысқа байланысты. Енді бізде этнорок тобын құрып жатырмыз, бізде жайдан жай құрған жоқпыз. Ол сұраныс болғаннан кейін жаңа біздің ойымыз, біздің мақсатымыз халыққа қазақтың музыкасын ғана емес, қазақтың жаңағы мынау
аспаптарын да таныстыру. Біздің жаңағы этнорок Тиграхауд деген тобымызда мен өз басым бірнеше аспапты жаңа алып жүрмін. Шертер, домбыра, сыбызғы, сасырнай, шаңқобыз деген сияқты қазақтың ұлттық аспаптары. Яғни бізге мына ғалым ағамыз, енді атамыз десе де болады, Болат Сарбаев бізге тастап кеткен, мұра қылып қалдырып кеткен. Енді осы менің бағытым осы. Ал енді мына қазіргі жастардың, қазіргі эстрада тобының жаңағы сахнаны былғап жатқан, я болмаса ән сияғы жоқ, не өлеңнің сөзінің мәтінді дұрыс емес деген. Оған шынымды айтсам, енді менде де қарным ашады. Жақсы, енді мынау өзіңіз шертерді алып келіпсіз. Осы шертермен бір өнер көрсетіп жүрсеңіз, біздің көрермендеріміз де күтіп отқан болар. Иә, мынау қазақтың ұлттық аспабы шертер. Бұны Болат Сарбаев, жаңа айтып кеттім, Болат Сарбаев кезінде жердің астында қалған сонау неше жыл, неше ғасыр бізге ұмыт болып қалған, яғни қазақтың мына өнерінде кенже қалған аспаптың бірі шертер. Енді осы 60-шы жылдар тауып бізге алып кеп, одан отырар саз оркестрін қосып, қазірде мысалы ел қазағымыз өзі көп шертерді біле бермейді. Менің концерттің аты көңіл күй шертер деп атаған. Яғни мына шертермен байланысты. Енді осы шертерде талай жаңағы біздің қазақ жеріне келген бұрынғы кезде жаңа саяхатшылар, олар да жаңа өздерінің жазбалар деректерінде қалдырып кеткен. Бронислав Залесский деген поляктың жаңа жер аударылған революционері, ол да жаңағы мына Маңғыстау жерінде жүріп, қазақтың үй жабдықтарымен бірге мына шертер аспабы тұрған, соны көп суретке салып кеткен. Яғни бұл ойдан шығарылған нәрсе емес, бұл енді өзіміздің қазақтың жаңағы ата-бабамыздан қалған мұра аспап. Енді бұл аспапта күй де орындалады, ән де айтылады. Мен сіздерге бір қысқа ғана бір ойнап берейін. Бәрекелді. Абеке, біздің енді уақытымыз да таяп қалды. Жалпы концертіңізге барамыз, қатысамыз, көреміз. Жерде боламыз. Енді жалпы мен көрермендерімізге айта кетейін, құрметті көрермендер қауымы, 10 ақпан күні сағат 18:00-де Айбол Құдайбергеновтың жеке шығармашылық концерті өтеді. Келіңіздер, көріңіздер, бәріміз жерлесіміздің концертін барып көрейік. Абеке, сізге де рахмет, осылай уақыт бөліп келгеніңізге таң азанда. Өнеріңіз өрге жүзе берсін, тек биік-биік шыңдардан көріне беріңіз. Амин, айтқаныңыз келсін. Аман болыңыз. Құрметті көрермендер, осымен Таңжарық бағдарламасы өз мәресіне жетті. Біз өздеріңізбен келесі аптаның дүйсенбінің таңында қайта қауышатын боламыз. Әр таңдарыңыз жарық болсын. Сау саламатта болыңыздар.